个肺癌属于倍数是最高的。 Bunun içindeki en aldın ustap durgan ol mına ökpe ragı men әйелдердің жатыр ragı. 那么这次癌症到底是怎么来的？ Осы raglar қайдан пайда болды деп ойлайсыздар? 像我们这个年纪，小时候是不是都没听说过什么叫癌症？ Мен қатарлы кісілер біледі, бала кезінде ешкім рак деген тыңдап көрмеген, сіздердің бала кездеріңізде. 那是因为癌症为什么少？ Себебі ол кезде ондай ауру аз болған. 那么现在连8、9岁的孩子都知道谁得了癌症。 Қазір қарап тұрсаңыз 7-8 жастағы баланың өзі де біледі. 那是因为这次得病的人多了。 Себебі айналамызда сол аурумен ауыратын адамдар көбейіп барады. 所以说，癌症是非常可怕的一种疾病。 Сондықтан да ол қазіргі таңда біз үшін өте қауіпті бір ауру болып саналады. 其实真正引发癌症的最初的凶手是什么？是毒素。 Негізінде осы барлық рак ауруларының пайда болуына себеп болатын ең негізгі себеп ол біздің денеміздегі токсин шлактардың үнемі жиналуынан. 人身体的， Шлактың мөлшері ол 3 килограммда 6 килограмм. 如果你今天是个肥胖者或者是一个便秘者，那你身体的毒素垃圾要达到6到12公斤。 Егер де сіз бір толық семіз адам болсаңыз, я болмаса үнемі ішіңіз қатып қалатын адам болсаңыз, онда сіздің денеңізде кездесетін мына улы заттардың мөлшері 6 килограммнан 12 килограммға дейін болады екен. 那么这些毒素垃圾是从哪里来的？ Ал осы улы заттардың барлығы қайдан келді деп ойлайсыздар? 空气的污染、 Күнделікті жұтып жатқан ауамыздан, 工作的压力、生活的压力。 және мына тұрмыстың ауыртпашылығы, қызметтің ауыртпашылығы, 谁家没有上有老下有老？有没有压力啊？ барлығымыздың да отбасымызда қартымыз бар, баламыз бар деген сияқты бәрімізге бір ауыртпашылық бар, 熬夜给我们产生的。 Біздің жай жатқанымыз біздің денсаулығымызға ең көп улы заттар жинайды, яғни уақытымен демалмағанымыз. 天天的电脑、手机天天抱着看。 Күніге көзімізді телефоннан алмаймыз, я телевизордан, я ноутбуктан алмаймыз. 那么我们自身也会产生毒素垃圾，比方说炎症。 Және де өзіміздің денемізде болатын осы улы заттар да бар. Мысалға, әнжел мына жеріңіз қабыну деген сияқты. 那么我们吃的水果、蔬菜里面存留的一些农药。 Және мына біздің күнделікті тұтынатын тағамдарымыз бен жеміс көкөністеріміздегі болатын мына химиялық заттар. 那么这些毒素垃圾走到哪里，哪里就会形成疾病。 Осылардың барлығы улы зат болып жиналып, денеміздің қай бөлігіне барса, сол бөлігінде ауруды асқындырады. 你今天脸天天洗好几遍，身体也天天洗个澡，谁能帮我们的内脏扒开来洗个澡？ Сіз мысалға бетіңізді күнделікті таза сумен жуып отырасыз, денеңізді душқа қабылдап күніге жуып отырасыз. Мысалы, ішкі органыңызды алып шығып жуа аласыз ба? 那么今天我告诉你，我们今天脸是用洗面奶洗的，今天你身体的毒素垃圾，它就可以帮你洗澡。 Мысалға, сіздің бетіңізді егер уалқымен жууға болса, ал осы өнім арқылы сіздің ішкі органдарыңызды жуып тазалауға болады деп айта аламыз. 它有一个全面给你身体体内清毒的这么一个效果。 Себебі біздің бұл сосюридің денеңіздегі бүкіл улы затты шығаруына көмектесетін қасиеті бар. 因为 Бұның құрамында EMP деген фактор бар. 专门给我们身体的一些炎症进行杀菌。 Мына денеміздегі пайда болған әртүрлі қабынулардың алдын алу үшін сол микробтарды өлтіреді. 有人喝， ішкен кісілер бар ма? 哎，这里面 Майда дән сияқты затты көрдіңіздер ма? 那个小颗粒就是 EMP 因子。 Сол ұсақ майда сияқты дәндеріміз сол EMP факторы. 大家等到买了以后喝了，你就有感觉了。 Бұйырса өздеріңізге алып ішкен кезде байқасаңыздар болады. 那么它还有一个最好的一个专利技术是什么？大家知道吗？ Тағы да біздің өзіндік бір ерекше технологиясы бар. 我看看有多少人想减肥的？ Арықтағысы келетін қыздарымыз бар ма? Жігіттер бе? 你们都不需要减肥是吧？ Барлығыңыздың арықтағыларыңыз келмейтін сияқты, фигураларыңыз күшті. 都对自己的身材很满意是吧？ Өздерінің фигураларыңызға өздеріңіз бізге кері әсерін тигізеді. 第二，减下来肥就皮松松的，好长。 Және де ол арықтағаннан кейін сіздің теріңіз босап салбырап қалады. 20多岁减成40多岁的样子。 20 қанша жастағы қыз арықтағаннан кейін 40-тағы тәте ұқсап қалады. 大家知
道什么样的女人最性感吗？ Qanday ayolning nag'iz tartibli ayol ekanini bilasizlarmi? 是看上去瘦瘦的，摸上去肉肉的。 Qaramoqqa ariq qisag'anmen ustasangiz top-to'mpoq ayollar eng tartibli. Shunday natijaga qo'l yetkazishingizga mumkinlik yarata oladi. 很多人服用了以后， Sizlar so'rab жатadi, men bu tasvirida ishgandan keyin 1 kilogramda tashlag'am yo'q, biroq burungi kiygan shalvarlarim kiyib qoldi deb. 那是因为你的肥肉给送上去了，你的肥油给排出来了。 Sebebi ol deningizdagi ortiq mayni keltirgandan keyin sizda ob'yom ketdi. Mana salbiragan teringiz tig'izdaldi. 因为我们的产品简直是内置。 O'йткeni bizning bu o'lim ichki organdagi maylarni keltiradi. 大家知道什么叫内置吗？ Mana ichki may nima ekanini bilasizmi? 内置就是存在我们肝脏里面、血液里面这些毒素垃圾。 Ol degan so'z, ya'ni bizning organlarimizdagi yurakdagi may, және qandagi xolesterin soning barlig'i ichki maylar bo'lib hisoblanadi. 大家可以看一下，一个肥胖者的一个内脏比一个正常人的内脏要大1倍。 O'zlaringiz misolga internetdan ko'rsangizlar da bo'ladi. Mana qalbli odamning yuragi men semiz odamning yuragi ikkovida ayirmachilik bo'ladi. 其实那都是内脂，也称为毒素垃圾。 Ichki maylarning o'zi toksin shlak bo'lib hisoblanadi. 所以说，血莲复合果蔬粉，只要你用它减下来，不存在反弹。 So'ndықтан da tasvirida ishib ariqlasangiz, sizda qaytadan salmoq qo'shib olib, qaytadan o'z qalbingizga kelу degan problema bo'lmaydi. 普通的减肥产品为什么会反弹？那是其实它减的是人体的水分。 Odatdagi ariqlatadigan dorilarni to'xtatsak, niyatdan qayta salmoq qo'shib olamiz. Sebebi ondagi ol sizning ichki maylaringizni emas, deningizdagi suvning quramini төмендетib jiradi. 如果你一当停下来，它立刻就反弹了。 To'xtagandan keyin qayta deri o'z salmog'ingizga kelib olasiz. 那么今天我们的血莲复合果蔬粉呢，它采用的是一个天然脂肪酶抑制剂，也是我们的核心专利。 Al bugungi o'zi bizda qo'llanib o'tirilgan texnologiya ol природный inhibitor limfazi deydi. 这一款天然脂肪酶抑制剂全部是从水果里提取出来的。 O'slarning barlig'i qarab o'tirsangizlar toza o'simlikdan olingan. 这个天然脂肪酶抑制剂呢，它能帮我们多余的脂肪变成能量，给它散掉。 Ol bizning denemizdagi, misol denemizdagi neni glyukozaga, mayga aylantirmay energiyaga aylantirib jiradi, ortiq zotlarni. 它还能帮我们的脂肪在没有形成的时候给它打散，给它排出。 Ya'ni bu degan so'z, mana ortiq zotlarning mayga aylanmay turib, uni denemizdan energiya ретінде chiqarib jiradi. 所以说，你不用担心我肥减下来了，身上的皮松拉拉的。 So'ndықтан da mana ariqlasam terim salbirab qoladi ekan deb qo'rqmasangizlar bo'ladi. 那么这款产品， Buning tag'ir erishiligi bizning 8 ulkan sistemamizning жұмысын жақсартады. 它对我们的消化系统、呼吸系统都有修复的作用。 Bizning tinish olу juyamizni, және де mana zat almashuv juyamizni жақсартады. 它对我们的泌尿系统，还有一个运动系统、神经系统也有一个很好的。 Sonымен қатар mana nesep juyamizni, quvur juylarimizni de жақсартады. 它对我们有很多人是不是有内分泌失调呀？ Ko'pchilik kishilarda mana ishki sekretsiyasi durish жұмыс жасамай qoladi. 也就是说，你的内分泌系统有问题，它能很好的修复。 Bu именно сол sizning ishki sekretsiyangizning жұмысын жақсартады. 那么它对我们生殖系统也有一个很好的修复作用。 және mana жыныстық жүйемізге де өте жақсы көмектеседі. 大家想想，这些系统都运转正常了，你的身体代谢也快了，你怎么可能胖呢？ Sizler ойлап көріңіздерші, егер сіздердің мына зат алмасуыңыз өз қалпына келді, және де метаболизміңіз жақсарды, қан айналымыңыз жақсарды, қалайша мысалға тамақ ішсеңіз семіресіз, 你的这些系统一旦恢复正常，一旦代谢快了，你怎么可能有毒素垃圾存在身体呢？ Ал осының барлығы өз қалпына келсе, мысалға зат алмасуыңыз, қан айналымыңыз, онда сіздің денеңізде артық токсин шлактар болмайды. 你的机能发生达到了一个提高，那是不可能有什么生毛病的，对不对？ Яғни сіздің денсаулық сапаңызды жақсартты деген сөз, басқа үлкенді-кішілі проблема пайда болмайды. 第一个，大家看看，我们所有的产品全部都是从植物、水果里面。 Мінекей қарап отырсаңыздар, бағанадан бері біздің өнімнің барлығы таза өсімдіктерден алынған. 大家看一下这个姜黄，姜黄是属于排肝毒最好的一款
草药。 Мындағы бірінші куркума ол яғни мына бауырдағы улы заттарды тазалайтын ең жақсы өнім. 那么雪莲它是生长在海拔5000米以上的一个植物。 Екінші қарғалдақ ол теңіз деңгейінен 5000 метр жоғары таулы қарлы районда өсетін өсімдік. 它对修复细胞和细胞的新生有很好的一个作用。 Бұл клетканың қалыптасуына және жаңа клеткаларды пайда болуына өте жақсы көмектесетін өнім. 那么白葡萄它是给我们身体全面一个抗氧化的一个东西。 және де ақ жүзім оның құрамында витамин С өте көп, қартаюға қарсы ең керемет өнім. 那么今天的益生元排肠乳是最好的。 және бұндағы пребиотиктар олар мына біздің ішектеріміздегі улы заттарды тазалауға көмектесетін ең жақсы өнім. 大家知道吗？你今天的脸色不好，你脸上有多不干净，你的肠道就 Сіздің мына бетіңіздегі бүкіл бетіңіздегі дақ болсын, секпіл болсын, сарғайып тұру, бұның барлығы сіздің мына ішегіңіздің таза болмауынан болады. 凡是几天不大便的，你的脸色肯定是暗暗的。 Әсіресе мына іші үнемі қататын кісілерде ол кісілердің терісі үнемі сарғайып тұрады. 如果你一天不大便，相当于 Егер де сіз бір күн бойы үлкен дәретке бармасаңыз, онда бір күнде 3 пачка темекі шеккенмен бірдей. 所以说便秘会引起很多的一个疾病。 Сондықтан да мына іш қатудың өзі әртүрлі аурулардың пайда болуына себеп болады. 在中国有一句老话叫 Қытайда бір күшті мақал бар, енді сіздерге тікелей аудара берейін. Яғни бетіңіз нефрит сияқты тап-таза болсын десеңіз, онда ішегіңіз су сияқты тұп-тұнық болу керек деген сөз. 所以说你想让你的脸蛋漂亮，必须帮肠道清理干净。 Егер де бетіңіздің әдем болған қаласаңыз, онда сөзсіз жақсылап тұрып ішкі ішектерімізді тазалауымыз керек. 那么它里面还有一个 EMP 因子，是我们的核心专利之一。 және де бұндағы EMP факторы ол да біздің негізгі технологиямыздың бірі. 大家知道， воспаление көбейе берсе ракқа келеді дегенді. 也就是说你某个地方经常发炎。 Яғни сізде денеңіздің әрбір қай бөлігінде болсын үнемі қабыну пайда бола беретін болса, ол түбі ракқа әкеліп соғады. 那么接下来呢，我们看看服用45天雪莲复合果蔬粉以后的一个结果。 Енді сіздерге осы біздің сосюри өнімімізді 45 күн қолданғаннан кейін қандай нәтижеге қол жеткізетіндеріңізді айта кетейік. 在45天以后，可以减掉你内脂20%到30%。 Яғни 45 күн пайдаланғаннан кейін мына ішкі органдағы майларыңызды 20-30%-ке азайтады. 那么可以降低我们的胆固醇、血脂、血压、血糖。 және де қанымыздағы холестеринді, қан қысымымызды, қанымыздың құрамындағы қантты төмендетеді. 那么血脂、血压、血糖，曾经有一个人跟我开玩笑说我除了人不高，别的哪都高。 Кезінде маған бір кісі қалжыңдайтын, менің бойым ғана биік емес, қалғанның бәрі биік деп. 也就是说他的血脂、血压都高。 Яғни ол кісінің айтқан сөзі, ол кісінің қандағы холестериннің құрамы да биік, қан қысымы да биік, қанның қанты да биік. 那么它可以淡化我们皮肤四斑50%。 және мына бетіміздегі секпілдерді 50%-ке дейін ағаруына көмектеседі. 那么它能使我们的皮肤紧致、透明度提高30%。 сонымен қатар теріміздің тығыздығы мен жылтырлығын 30%-ке арттырады. 最后，它能使我们的器官年龄回溯5到10岁。 ең соңғысы ол яғни бізді ішкі органдарымыздың жасын 5-10 жасқа жасартады. 你们想不想到了80岁还拥有一个30到40岁的器官年龄呢？ Сіздер 80-ге келген кезде ішкі органдарыңыздың 30-дағы 40-дағы адамдікіндей болғанын қалайсыздар ма? 想不想到了80岁？ Менің ішкі органдарымның жасы нешеде деп баға бере аласыздар? 看看我的底气。 Менің мына сіздерге сөйлеген энергияма қарап айтыңыздар. 首先，我能跟你 4 жылға таяу уақыт болды, үнемі осы екеуін қалдырмай ішіп келемін. 所以说，你今天看到我现在的状态，这个声音，这个底气，是不是非常的足啊？ Сондықтан да бүгінгі сіздердің алдыларыңызда тұрған осы қазіргі менің жағдайыма қарасаңыздар, менің энергиям бір таусылмайтындай, сіздерге сондай бір энергетикалық ұқсап көрінем ғой, иә? 你看有些人说话是放在嗓子里说，生怕吓着，是吧？ және кей кісілерде сөйлеген кезде мына дауысы тамағынан шығады. 那么我是 Өзіңізді әдемі қылғыңыз келсе, я болмаса және өзіңізге жақсы күтім жасағыңыз келсе, біздің мына қазіргі жаңа жылға дейінгі промо акциядан қалмай, өз-өздеріңізге осы біздің мына
акцияның өнімдерін алуды ұмытпаңыздар.